Қазақ 3 ғасыр бойы сатқынын жазалай алмаған ел. Кенесарыны сатқандарға, Кенесарыға ұлын сарбаздыққа бермеген қазақ сұралған жоқ. Кенесарыға салық төлемеген қазақ сұралған жоқ. Сол Кенесарыға сарбаз болуға ұлын бермеген қазақтың ұлын орыс өлтірді. Кенесарыға салыққа төлемеген малын орыс тартып алды. Кешегі алаш арыстары аттан дегенде алаш арыстарының қатарына қару ұстап, Қызыл Орыспен соғысуға бермеген ұлыңды 31 жылы аштықтан өлтірді. 22 жылы да қырды. 39 жылы, 41 жылы соғысқа салды. 36-37 атып тастады. Бәрібір, тура сол замандағы сатқындар ұлттық мүддеге қарсы жұмыс істеген қазақтар міне осы күнге дейін жазаланған жоқ. Бірақ мен бір нәрсеге сенімдімін. Қазақ халқы енді ішіндегі осындай мерездерінен, осындай қылғұрттарынан арылатын заман келе жатыр. Дәл сол кезде бүкіл адамзаттық фашизмді, бүкіл адамзатқа қарсы фашистік қарекетпен жаңағы айналысқан Қытайды ақтап жақтағандар, соларға сол Қытайдың темір тегеурінен қазағымызды құтқарамыз деп күрескен бізге қарсы жұмыс істегендер. Сендер ойланыңдар. Әлі сәл мүмкін бір ай, мүмкін бір жыл, Құдай біледі, уақыт береміз. Тәубелеріңе келіңдер. Ертеңгі сұрақтарыңнан, ертеңгі қиналып отырып, мұрындарыңнан маңқаларың ағып, көздеріңнен қанды жастарың ағып отырып, халықаралық сотта отыратын сәттеріңді көз алдарыңа елестетіңдер. Ұрпақтарың мәңгі бақи басын көтере алмайтын қара бет болады. Алматы мен Астанада ұлт сатқындары деген үлкен, дәу мола жасаймыз. Қазіргі кездегі 70-80-ге кеп мәлкілдеп отырған, ұлтына, қазағына қарсы жұмыс істегендердің өліп қалса да сүйегін қазып алып, ұлт сатқындар моласына жерлейміз. Бүкіл архивін цифровой түрде жаңағы жерде көрінген ел келіп, видеосын басса, экран шықса, ойнап шыға келетін қыламыз. Архивін тасқа ойып жазамыз. Соның ішінде қазір әлеуметтік желіде бізге қарсы үріп отырған әрбір жалдамалы жазғыштардың жалдамалылары, осы арпылдағы иттер мен аңыраған есектердің барлығы бірін қалмай сол жерден орын табасыңдар. Ең бастысы, қазір өсіріп отырған ұлдарың мен қыздарың соларды ойлаңдар. Олар фамилиясын да өзгерте алмайды. Архивіне енеді. Бұның әкесі, кезінде біз ұлт үшін күрескенде, бұның әкесі, бұның шешесі ұлтқа қарсы жұмыс істеген деп мәңгі бақи архивінде тұрады. Батыстағы өскен, өркендеген халықтардың барлығы өзінің сатқынынан тазарған халық. Заңменен, заңды түрде, мемлекеттік аппаратыменен олар сатқындарынан тазаланып, арылып отырды. Сондықтан оларда еркіндік пен демократия болды. Ал біз 3 ғасыр бойына сатқындар, яғни ұлтын сатқандар ғана жақсы өмір сүріп келген халықпыз. Сондықтан бізде сатқындар бай, сатқындар бақуатты, сатқындар билікте отырады. Кім ұлтын сатса, сол жақсы өмір сүретін болды. Сондықтан қазақ халқына бір арылатын кез келді.